түсірілді. Бала-шаға қызығына кетеліп, алған жатсын, аман есен ортасындағы жүрді деп. Туған күніңіз құтты болсын. Министрге беттей болды, иә? Келешек болашақта бала-шағаларыңыз тек қана жоғары жақтан көріне берсін деген тілегіміз бар. Бәрекелді. Құрметті ағайындар, осы әулет Назархан жайып арнаны ас келіп жатыр. Туған туыс жолы жолдас. Отырған жердің бәрі ағайын ал қонағын дастарханға кел жайғас дегенде, міне өздеріңіздің ақ пейілдеріңізбен, ақ көңілдеріңізбен қазақтың дархан даласына ентіреген ақ дастарханның басына жабыстар мен жайсаңдарыңыз жайғасып болса, түгілді тұманды тойларыңызды бастауға рұқсат етіңіздер. Рұқсатымызда қамтып келе жатыр, құрметті ағайындар. Бүгінгі осындай әкеміз бен анамыз өмір жолында, еңбек жолында, жүрек жылуын бала-шағасына, немерелеріне арнап келеді. Берден жеңгемізді Мұхтар ағамызбен Ғали сұйылмас тегіміз аман болсын. Ас келді. Бүгінгі аспазшылар деген айналып жүр демеңіздер. Осы деген суды да келіп жатыр. Ауылдың ақсақалы батыр деген ата сөзінің тамамында қата көріп, қазақта жақсы бір салт-дәстүр бар. Осындай ыстырасқа беретін бата деген дейді. Мұхтар ағамыздан бата сұрасақ деп отырмыз. Құрметті ағайындар, бірінші орынға дейді, бір тепшек деп қояды. Екінші орынға бір көшек картошка дейді. Тұрасаңыздар, отаға қарасыңыздар, кәнекей. Мысалы, о деген әріпке бүгінгі біздің ағамыз қандай? Кәнекей, о, құрысы болсын дейді. Ожек деген арасын бүгін жалғап тұрамыз. Кәне, аға, қош келдіңіз. Ал енді сіз ортаға келіңіз. Қазір біз сіздің мынау сезім тауларыңызды білетін болып. Көретін тойы тұстасыздар. Ал енді жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы дейді. Бәрекелді. Ал енді мынау сұлу жері бәріне де әлем қоймасына. Ұзын сөздің қысқасы бар деген болып жатыр. Ораз ағамыз бен қымбат анамыздың жанында. Құлаған.